Феминизм деген нәрсе бар ғой. Еркек істегенде сен артығымен істей аласың. Ол әдесе сен мәде істейсің барлығы. Бұдан сорлайтын кім? Рухани жаңғыру дейді. Бірақ сол көбі бар ғой, жаңғырып жүрген жоқ, қаңғырып жүр. Осыған қандай бас керек болды, кілең ыржақай тобыр дайындап алғанбыз. Ал көрсет. Көрсететін де нәрсе болады, көрсетпейтін де нәрсе болады ғой. Әңгіме сонда ғой. Неше түрлі семинар, тренинг өткізіп жүрген келіншектер бар ғой. Маған титтей де ұнамайды. Бақытты болам деп ойла дейді. Ол құры ойлағаннан адам бақытты болушы ма еді? Қызы тәрбиесіз елдің іргесінен ырыс кетеді. Ал көп әйел алушылыққа қалай қарайсыз? Бәрінде бар тоқал. Зейнеп апа, студиямызға қош келдіңіз. Сізді көргенімізге өте қуаныштымыз. Сіздің келгеніңіз біз үшін үлкен мәртебе. Рахмет. Мүмкіндік болса, әйтеуір болса, сіздермен сұхбаттасып қалғымыз келеді. Сіздердің әңгімелеріңізді таспаға жазып алғымыз келеді. Өйткені ол бізден кейін ұрпаққа да үлкен сабақ қой. Енді әңгімемізді осы қоғамдағы әртүрлі болып жатқан мәселелерден бастасақ. Феминизм деген нәрсе бар ғой. Бұл нәрсеге қалай қарайсыз? Құдайға шүкір, қазақта да бұрын көш бастаған, ауыл бастаған, ру бастаған аналарымыз болған. Бірақ олардың жөні мүлде басқа. Мынау тең права деген нәрсе бар. Екі сөздің бірінде айтатын. Шындап келгенде бұл осы кеңес өкіметінің кезіндегі шыққан дүние. Бұл қайдан шықты? Анау алғашқы бірінші дүниежүзілік соғыс. Содан кейін азамат соғысы, содан кейін ақтар мен қызылдардың соғысы. Міне осы кезде ер азаматтар қырылып кетті. Енді совет өкіметі орнағаннан кейін завод фабрикаларды көтеру керек болды, ауыл шаруашылығын жетілдіру керек болды. Осы кезде жұмыс қолы жетпеді. Сонда мына коммунистік партияның әдемі жаңағы идеологиясы әйелдерді сен еркекпен теңсің. Еркек істегенде сен артығымен істей аласың. Ол әдесе сен мәде, өйткені сен одан артық болмасаң кем емессің деп әдемілеп астына көпшікті қойды дағы жаңағы небір ауыр зіл көтерем станоктарда әйелдер заводтарда істеді. Тракторларға отырды, машиналарға отырды, міне осылай кетті. Ал шындап келгенде сол әйел содан тең правалы болған жоқ. Ол үйіне келіп бәрібір әйел болды ғой. Кірін жуды, тамағын жасады, үйін қарады. Баласын туды. Иә. Екеміз тең правамыз, бір баланы сен ту, бір баланы мен туайын деген жоқ қой. Баласын да туды, оны да бақты. Сонда қайдағы тең права? Ол бұрынғысынан ары қаншама міндеттерді үстіне жүктеп алды. Көрдің ба? Бұрын айтады екен, 10 еркек толтыра алмаған үйді бір әйел толтырады деп. Өйткені әйел отбасының алтын қазық берекесі болған. Қазақ атам айтады, еркек түздің тынысы, әйел үйдің ырысы дейді. Ер азаматтың сырттан тауып келгенін әйел адам үйде бәрін келістіріп, ағайын туғанның арасындағы ынтымақ, баласының тәрбиесі, ер азаматының маңдайының жарқырап жүру, осының барлығын әйелдер басқарып отырған. Бірақ одан кем болған жоқ. Ойбай, қазақтың әйелдері қор болды, сор болды деп, оның барлығы анау идеологияның кесірі, солай құбыжық қылып көрсеткен. Ал мына Қытайдың өте бір ұлы ойшылы Симясян деген айтқан екен, ер мен әйел теңелген жерде дүниенің шырқы бұзылады деп. Құдайдың өзі екеуін екі әлем қылып жаратқан. Екеуі екі әлем, екеуі бірігіп бір бүтін болады, сөйтіп ұрпақ өсіреді, иә? Ер азаматпенен әйелді тең болады деп айту, бұл ақмақтық. Мүмкін емес ол. Оның бүткіл дене құрылысын былай қой, ой санасы, оның ішкі жан дүниесі, оның мына адамзат алдындағы атқаратын міндеті, бұның барлығы мүлде бөлек қой. Сондықтан еркек әйел болам деп, әйел еркек болам деп тыраштанбай ақ қойсын. Бұл мүмкін емес нәрсе. Әншейін сырттай ғана сол
кеңес өкіметінің бізге жасап берген идеологиясын әлі сүйретіп келе жатырмыз. Әрине бұдан әйел мысалы ғалым болмау керек, немесе әйел қызмет істемеу керек деген сөз емес. Істесін барлығы, қолынан келгенін істесін. Ғылымға бейімі бар ма, ғалым болсын. Бар ғой бізде мықты ғалымдар. Қазақта мысалы үшін небір мықты атақты ақын әйелдер де болды ғой. Ұру басы болған, ұрудың аты аталған, мысалы Қызай, Мұрын, Сыбан, осылардың барлығы аналар ғой. Аналар, өйткені олар өзінің ақыл парасаты менен айналасын топтастыра біліп, ұйымдастыра біліп, соны ақылменен істеп, ақылменен басқарған. Мына ең бәле қолынан келмейтін іске тыраштану. Әйтеуір мен тең екенмін деп, сол мына еркектің істегенін істеймін деп. Қазір енді қарап тұрсаң, шынында да еркек пішіндес, еркекше жүретін, еркекше сөйлейтін, еркекше киінетін әйелдер қаптап кеткен. Әйел, мысалы, көйлектен баяғыда жерінген. Ал көйлек деген әйел адамның сынын да, сымбатын да әдемі көрсететін еді. Шалбар киіп жүргендер ойлайды, бұтымда шалбарым бар деп. Ал шындығында бәрі көрініп тұр. Оңғыл-шұңғыл, қос-қосын барлығы көрініп тұр. Қай жері болтық-солтық, қай жерінде қисық аяғы, бәрі көрініп тұр. Олар менің көзіме біртүрлі сол араны жалаңаш жүрген сияқты болып көрінеді. Ең жаман нәрсе, анау кішкентай қыздардың өзін тырыстырып, қазір шалбар емес, біреу бір колготка сияқты бір бәле бар ғой, бұна тырыстырып киетін. Ол деген мына мықынды өзгертеді. Мықынды өзгертеді. Қазір қарап тұрсаң, жіп-жіңішке қыздар көп. Не мықын жоқ, не бел жоқ, не бөксе жоқ. Олар қалай бала туады ертеңгі күні? Осының зиян екенін білмейді. Әйел адамға мықынды қысу бұл барып тұрған зиян нәрсе. Осыны аңғара бермейді көпшілігі. Қалай айт, солай айт, әркім өзінің орнында болу керек, әркім өзінің қолынан келгенді істеу керек. Құдайға шүкір, мүмкіншілік бар ғой, мүмкіншілік бар. Бірақ сол әйел адам еркек болам деп тыраштанбай, керісінше азаматының басын ардақтап отыратын болса, азаматының басын сыйлап отыратын болса, балалары да әке сыйлайтын болады. Қазір балалар әке сыйламайды. Өйткені көп шешелер табыскер. Саудамен айланысады, басқа да кәсіпкерлікпен айланысады, сонда анау аз ақша табатын күйеуін мұжып тастайды. Балаларының көзінше, ой сорлы, сен мен құрлы ақша таба алмайсың, сенсіз де күнімді көрем деп сөйтіп балалардың алдында әкенің беделін түсіріп, сөйтіп отбасының шырқы бұзылып жатқандарын да көріп жатырмыз. Біздер қанша айтқанмен әке сыйлаған отбасында өстік. Өйткені аналарымыз әкең келе жатыр деген кезде біз айналамызда шашылып жатқан нәрсе болса бірдемде жинап, жөндеп, ықтиятты болатынбыз. Бір жаққа барайын десең, әкеңнен сұрайын дейтін, бірдеңе қажет десең, әкең айтайын дейтін. Сонда ол әкеміз соншалық бізді отырса опақ, тұрса сопақ қып жүрген қатал адам емес. Анамыз соншалық қадірлейтін. Анамыз әкемізді сыйлап тұрғаннан кейін, әкеміз де ананы солай сыйлайды. Мінекей, осы отбасылық, былай айтқанда, жүйе, отбасылық тәлім-тәрбие, отбасылық институт осы бұзылды. Өйткені бізді батыс келіп жалаңаштады, шығыс келіп тұмшалады. Сөйтті дағы, мынау бір уыс қазақтың онсыз да өзі алабұлттан тамған тамшыдай мынау кең жерге шашырап түскен қазақ, шақшадай басы шарадай болды. Бір жағы батысқа еліктеді, бір жағы шығысқа еліктеді, сонда қазақ қайда қалды? Ал қазақ деген халық, Құдайға шүкір, өте текті халық болатын, тамыры тереңге кеткен, шайқалса да құлауы қиын, басына небір нәубетті өткізген тағдырлы халық бұл. Осы халықтың өзінің
дәстүрі, өзінің менталитеті бұл кімге де болса үлгі боларлық еді. Амал қанша осының енді көбесін сөгіп жібердік қой. Көбесін сөгіп жібердік. Қазір тағы бір нәрсені айтайын. Мысалы, адам толыққанды, тәрбиелі, толыққанды қоғамның жақсы мүшесі болу үшін белгілі, сол қоғамда белгілі критериялар болады, иә? Кәдімгідей адамды тежейтін тежегіштер болады. Ол не? Ол заң, дін, содан кейін сол халықтың өзінің менталитеті. Дәстүрі, менталитеті, өзінің қалыптасқан сан ғасыр сарабынан өткен жазылмаған заңы. Иә. Сонда қара, мысалы, ол әр елде әр түрлі. Батыста заң басым. Олардың де онша қарамайды. Батыста заң басым. Заңда жазылғанды олар Құдайдың сөзіндей көреді. Ал заңға жазылмағанның бәрін істей береді. Мысалы, бетіңе торт жапсырасың ба, жапсыра бер. Аяқ киіммен төсегіңе жатасың ба, жата бер. Жалаңаш жүргің келе ме, жүре бер дегендей. Иә, бұл заңда жазылмаған. Бірақ олар заңға бағынады. Енді шығыста дін басым. Оларда заңнан гөрі шығыста дін басым. Заң айтады, мынаны істеме, ұрлық қылма, түрмеге түсесің. Кісі өлтірме, атыласың. Былай айтқанда, қатал қорқыту арқылы бағыну керек заңға. Дін айтады, мынаны жеме, бұл харам дейді. Мынаны істеме, бұл кінә болады. Мынаны істесең, дозаққа түсесің дейді. Дұрыс. Оныкі де дұрыс. Иә? Екі жағыныкі де дұрыс. Екеудің де дұрыс айтады, өйткені адамды тежейді. Бірақ екеуінде де ұят болады деген сөз жоқ. Заңда да, дінде де. Ал қазақ қоғамы бұрын ұят болады деген жалғыз ауыз сөзбен тәрбиеленген. Ұят болады деген. Ұят деген ұлы ұғым. Ал қазір біздің сол ұятымыз жұлмаланды. Жұлмаланып жатыр. Мына қалаймыз ба, біз қаламаймыз ба, жаны ұшырып жетіп жатқан мына жаһандануға ұрынбай қоймаймыз. Бірақ та осы бір уыс ат төбеліндей аз қазақ сол жаһандануға жұтылып кетпес үшін не істеу керек? Мына қоғамның бас ауыртатын нәрсесі осы болу керек. Бүкіл тәрбие жұмыстары да осыған бағытталу керек. Қазақ айтады, ықтырмаң болмаса, желге өкпелеме дейді. Ықтырма қоймасаң, жел барлығын алып кетеді ғой. Ал біздің ықтырмамыз не болу керек? Ең алдымен тіл. Ана тілің, анаңның сүтіменен бойыңа дарыған. Сол тіл арқылы бойға сіңетін сенің бүкіл ұлттық құндылықтарың, сенің менталитетің. Санау ата-бабадан бері қарай келе жатқан. Міне біздің қалқанымыз осы ғана болады. Ал қазір қалай? Ана жерден бірдеңені көрсе, соны біз тура маймыл сияқты болып бара жатырмыз. Маймыл ана көргенін істейді. Тура сондай болып бара жатырмыз. Өткенде анау үндістердің холли мерекесін жасап, беттеріне бояу жағып, бояу шашып, сөйтіп жүр. Енді адам күлетін нәрсе ғой бір жағынан. Күл емес, тіпті жылайтын нәрсе. Осындай. Ана жерден бірдеңе көрсе, жұлып алады. Ана жерден бірдеңе көрсе, жұлып алады. Ал қазақтың өзінікі ешкімнен кем емес. Біздің жер асты, жер үсті байлықтарымыз қандай мол болса, рухани байлығымыз да сондай мол. Жаңағы қазба байлықтарымызбенен ғана мақтанып емес, біз ұлттық құндылықтарымызбен де, бүкіл рухани байлығымызбен де мақтана алатындай, міне біздерде мынандай бар деп көрсе алатындай жағдайымыз бар. Амал қанша ниет болмай жатыр. Бұның барлығы жаңағы тең право дегеннен әйел менен еркектің ара қатынасынан шығып кетіп отыр ғой. Қазір қарап тұрсаң, енді көңілдеріне келмесін, ер азаматтардың көбінің иығы басылып кеткен. Иығы басылып кеткен. Өйткені
кеңес өкіметінің кезінде бәрінің қызметі болды, жұмысы болды. Анау 90-шы жылдары ал балапан басына тұрымтай тұсына болып кеткен кезде сонда жұмыссыз қалды көбі. Іргетастың барлығы босады. Сол кезде ана байқұс, аналар, әйелдер ана балаларына нан тауып беру үшін алақоржын арқалап біреу Қытай асты, біреу Түркия асты, құрығанда стакандап шемішке сатты. Білдің ба, сөйтіп жүріп, мына әйел далаға шығып кетті. Еркек үйде отырып қалды. Бұлай айтқанда, әйел базаршы, еркек қазаншы болды. Сөйтті дағы иығы басыла берді. Ал шындап келгенде, осы ер азаматтың, мысал үшін, отының басын қамтамасыз ете алатындай мүмкіндігі болса, ол неге істемес еді? Ол кезде балалары да, жұбайы да, басқаша көзқараста қарар еді ғой. Бұл да бір қоғамның бір жарасы. Жаңа теңдікті қалдық қой, теңдікке ұмтылу, талап ету теңдікті. Бұдан кім сорлайды нәтижесінде? Бала. Ұрпақ. Өйткені айтудан емес тәрбие, көрсетуден. Баланың тәрбиесінің ең негізгі іргетасы ата-ананың бір-біріне деген жартыны бөліп жеген жаңағы татулығы, олардың рухани өздерінің бірін-бірі түсінісуі, сен мен демей біз дейтін ынтымағы болатын болса, ол үйдің баласы да жақсы болып өсер еді. Өйткені бала көргенін істейді. 1000 рет айтқаннан 1 рет көрсеткен әлде қайда пайдалы. Міне сол үшін мен қаншама жерлерде кездесуде болам, кітаптарымда да айтам. Мынау балабақшадан бастап халық педагогикасынан сабақ өтілу керек деймін. Осыған көп көңіл бөлінбей келе жатыр. Рухани жаңғыру дейді. Бірақ сол көбі бар ғой, жаңғырып жүрген жоқ, қаңғырып жүр. Беті жылтыраған екі әншіні шақырады да рухани жаңғыру дейді. Бір аяғы желаяқ бір спортсменді шақырады дағы кездесуге. Міне саған рухани жаңғыру дейді. Кей кездерде тіпті бар ғой, шектен шығып кететін жағдайлары бар. Өткенде анау Денис Теннің тақтасын орнатқанда, сонда анау үлкен суретті алып келді ғой, сонда суреттің шетінде жазулы тұр, рухани жаңғыру деп. Осыған қандай бас керек болды? Ол деген қайғы ғой, ол трагедия ғой. Ананы көрген анау ата-анасы қандай халде болды? Осыны жазған адамдар бір сәт ойланды ма екен? Ол адамның санасы жаңғырмай, ешқандай жаңғыру болмайды. Мына біздердің жасымыз әжептәуір жаста келдік, біздерді, мысал үшін, жаңадан жаңғырта қою қиын шығар. Біз алдымен ана ұрпақтың қамын ойлауымыз керек. Менің әлгі балабақшадан бастап халық педагогикасынан кәдімгідей тәрбие болу керек дейтінім де сол. Бізде Құдайға шүкір егемендік алғалы бері қарай қазақ мектептері көбейді. Қазақ балабақшалары көбейді. Аллаға шүкір, тәуба дейміз. Бірақ әлі күнге дейін бірде-бір ұлттық мектеп, ұлттық бақша жоқ, мен көрген жоқпын. Қазақ мектебі, бірақ орысшадан аударылған кітаптар, шетелдің бағдарламалары солай жүреді. Не сонда өзімізде жоқ па? Жеткілікті. Осыған көп көңіл бөлінбейді. Бұл жерде айланып келгенде сорлап қалатын балалар, ұрпақ. Соңғы кездері отбасындағы зорлық, зомбылық жайлы көп көретін болдық, көп еститін болдық. Жүрегің ауырады әрине. Бұның себебі осы айтып отырған мәселелері жатыр ма? Әрине. Не көп болса соның қадірі жоқ дегендей, қай каналды бұрасаң да жағаңды ұстататын, жаңалық деп жағаңды ұстататын нәрселерді айтады. Алғашқы кезде шошынып қабылдадық. Бара-бара етіміз өліп кетті. Тағы біреуді өлтіріп кетіпті ғой дей салады. Тағы, мінекей, осының барлығы, мына телевиденияның да, сендердің де
бұл жерде рөлдерің өте үлкен. Отбасындағы, ағайын арасында ғана, отбасында ғана шешетін мәселенің барлығын мына халықтың алдына жайып салып отырады. Тіпті тыңдауға ұяласың. Енесі мен келіннің арасындағы жағдай, әкесін сотқа беріп атқан балалар туралы, енді осын тіпті айтуға ұят қой. Мынау қазақ дейтін ұлтқа, осындай текті халыққа осының барлығын айту. Бұның барлығы тағы да сол қымс етсе болды заңға жүгінетін, анау шетелден шығып жатқан дүние. Енді бұларға неге көрсетіп жатсыңдар? Бұны көрсету ұят қой десек, қоғамдағы бар нәрсені біз неге жасырамыз? Оның несін айтпаймыз? Көрсетуіміз керек қой дейді. Мінекей қысқа ой осындан тұрады. Егерде соның орнына сол ұрду-дұрду, жаңағы бірін-бірі қаралап, бірін-бірі ғайбаттап, кінәға батып жатқандардың орнына неге жақсы ата-анаға да тәрбие беретіндей, балаға да санасына сәуле түсіретіндей хабарлар неге жоқ? Неге жоқ? Менің есімде марқұм Шераға 2 жылдай басқарды ғой, телевидениен. Сол кезде деген бұрқырап, керемет жақсы хабарлар шықты. Таңшолпан, анау қазіргі Таңшолпан ренжісі, мен ылғи айтам, ол бұрынғы Таңшолпанның қолына су құйып беруге жарамайды. Өйткені екі отырып алады да қолдарын битіп, біреуді шақырып алып сол сүй. Ал бұрынғы Таңшолпанда мысалы блок-блокпен кететін. Міне саған ән көңілдің ажары, міне денең ширақ болса, денің сау болады, спорт кетті, міне саған медицина, міне. Сонда мен 2 жыл халық педагогикасынан Кәусарбұлақ бағдарламасын жүргіздім. Соны көне көздер әлі күнге дейін ұмытпайды, айтып жүреді. Ал қазір сондай бір хабар бар ма? Былай айтқанда, кілең, ұрду-дұрду. Содан кейін бізде мына күлкі, сатира, юмор дейді, әйтеуір күлкі тудыратын осындай хабарлар өте көп. Менің таңғалатыным, мына залда біз қазір жақсы бұрынғы көрермен жоқ, қазір кілең ыржақай тобыр дайындап алғанбыз. Келелі мәселені ойлатпау үшін істеле ма осы, сол ыржалақтап күліп отыра берсін деп. Бір жағынан қарап тұрсам. Мына арайт, берайт тәрбиенің тізгіні баяғыда босап кеткен. Баяғыда босаған. Бұл қоғамның ең бір тырнасаң әшейін нар жағынан қан бұрқыт етін, қандырыңы бұрқыт ет түсетін ең жарасы сол. Оны телевизордан көрсетіп, ана әкесі баласын сотқа беріп, баласы әкесін сотқа беріп, келіні енесін сотқа беріп, ал содан жақсы бола ма? Ертең соны көреді да, басқалар да істейді сондай. Әне мынау телевизорға шығып, әнеке сөзімізді сөйлейді екен, біз де сөйтейік деп. Құдайым-ау, енді осының барлығы кәдімгі баяғы ауылдағы ақсақалдар болып, әжелер болып, үйде ғана шешетұғын, татуластыратұғын нәрселер ғой осының барлығы. Оны жария еткеннен содан жақсы болмайды. Ал көрсет. Одан қанекей нәтижең? Көрсеткен нәрсенің бір нәтижесі болу керек қой. Одан нәтиже болып атқан жоқ, керісінше одан ары көбейіп жатыр. Көреді, көргенін істейді солай. Ал жаңағы қоғамдағы болып жатқан нәрсенің бәрін неге жасырамыз, айтпаймыз ба, көрсетпейміз ба деп жүргендерге не айтуға болады, Зейнеп апа? Мысалға, көрсететін де нәрсе болады, көрсетпейтін де нәрсе болады ғой. Әңгіме сонда ғой. Шындық екен деп шындықты айтылатын шындық бар, айтылмайтын шындық бар. Бір мынау осы шындыққа байланысты бір аңыз бар. Бір кейуана базарға келіп, мынандай бір тоқаш сатады екен. Бір ғана тоқаш әкеп сатады екен да, соның ақшасына 1-2 қасық май, қосу, бір уыс мына ұн алады екен да кетеді екен. Ертесінде қайтадан алып келеді. Соны бір кісі ылғи алады. Наны өте дәмді. Ойпырмай, мына нанды қалай пісіреді екен деп кемпірден сұрайды. Балам, айта алмаймын дейді.
ақша беріп көреді, айтпайды, нетеді. Содан кейін кемпірдің жолын тосып, жаңағы ұстап алады да, пышақты мына жеріне тақап, өлтірем айт дейді. Айтады, кемпір айтады, балам, айтылатын шындық бар, айтылмайтын шындық бар. Бұл маған ғана тиесілі дейді. Анау бой бермейді. Сүйсе, бала, кемпірдің жалғыз баласы тауда отын алып жүргенде жығылып, мына жамбасын қатты жаралаған, содан асқынып кеткен, іріңдеп. Кемпір енді ұнды илейді екен да, ашытып, соны жапсырады екен. Сонда анау іріңді сорап алады ғой. Содан кейін оны тастамай, жаңағы май қосып, тұзын етіп, май қосып, жаңағыны пісіріп апарып сатады екен. Ананы естігенде, анау жаңағы айт деп тұрған, қатты құсып нетіп, сол жерде жаны шығып кеткен. Осы секілді мысалы шындықтар бар. Қоғамға пайдасын тигізбесе, жас ұрпақтың тәрбиесіне қосар үлесі болмаса, ондай шындықтың не керегі бар? Ал қанеки соның пайдасы? Ол керісінше көбейіп жатыр, көбейіп жатыр. Қымсетсе болды, бірін-бірі сотқа сүйрейді. Өткенде айтады, 6 миллион адам сотта жүр дейді. Осы жоғарғы соттың үлкен бір қызметкері келіп, біраз зиялы қауымменен не өткізген, әңгіме сұхбат өткізген. Сонда айтып жатыр да, сұмдық қой, сұмдық. 6 миллион халық сотта жүр. Жарты қазақ. Сонда соттың қандай, ол біреуін шешіп, әр соттың басында бәленбай мәселе бар ғой. Соның сапасыз болып атқанында, қалай болса солай жүретінінде, заңсыздық да, барлығы біріне-бірі жалғасып кетіп жатыр. Олай болатын болса, мынау кәдімгідей мемлекеттік дәрежеде тәрбиеге, онда да ұлттық тәрбиеге. Қымсетсе болды, ұлттық тәрбие дегенді көпшілігі тұсаукесер, бесікке салар, киіз үй, айыр қалпақ деп түсінеді. Жоқ, олай емес. Қазақтың ұлттық тәрбиесі бұл ұятқа негізделген. Ұятқа, имандылыққа негізделген. Әрине, ұят иманнан дейді. Қазір ажырасу өте көп. Біздің елімізде статистикаға жүгінетін болсақ, әрбір 4-ші отбасы ажырасады екен. Осының барлығы мына қоғамдағы енді экономикалық жағдайға алып кеп тірейді. Әрине, бұның да үлкен рөлі бар дейсіз. Рөлі бар, оның да атқарады оны. Бірақ та егерде бел омыртқасы түзу болса, отының басында дұрыс тәрбие алған болса, ол ондай қадамдарға бармас еді. Қазір бірін-бірі білмей лап етіп үйленеді, жалп етіп өшеді. Қазақ байқұс кредит алып той жасайды. Осы ажырасуға кредиттің де өте үлкен зиян тиіп жатыр. Неге? Той жасады, тойдан түскен ақшамен жабам деді, ол жабылмайды, ол мүмкін емес. Білдің ба? Иә. Содан кейін енді әкесі айтады, мен саған той жасадым, бүкіл қатарыңнан қалтырмай ел жұрттың алдында керемет қылып той жасадым. Енді өздерің көтерісіңдер мұнан дейді, көтер дейді. Содан кейін кредит төлеу басталады ғой. Сол кезде жас жұбайлардың арасына сызат түседі. Сенің әкең, менің әкем, сенің тойың, менің тойым болады дағы, мінекей осылай кетеді көбінесе. Осы ажырасудың бір себебі тағы да осы кредитте жатыр. Құда-құдағилардың арасындағы да келіспеушілік дегендей. Көбінесе ата-аналар той жасап бергеннен кейін кредитті енді өзің төле дейді, жастар төлей алмайды. Содан барады да көбінесе кикілжің шығады. Ол бір. Енді әлгінде бір сөзді бастадым да, аяқталмадым. Мен қазір көңілдеріңе келмесін ер азаматтарды аяйым. Неге десең, бәрінен айырылып қалған сияқты. Мысалы, әйелдер билігін алды, бөркін алды, шалбарын алды. Арағы мен темекісін баяғыда алып қойған, қалғаны шалбар еді, оны да алып қойды. Енді несі қалды? Енді не қалды? Неге соншалық иықтарың басылып кетті?
бір жағынан бұл мынау жүргізіліп жатқан саясаттың да үлкен ақаулығы бар. Тарихи жат деген болады. Орыстар исторический память деп жатады ғой. Тарихи жат деген болады. Бәрібір сенің миыңның қатпарларында анау бабаларыңдан қалған нәрсе бар. Соны қозғау керек. Көзін ашу керек. Мен қанша айтып жүрім, бірақ та мен қайбір тұлғам менің сөзімді тыңдай қоятындай. Халық педагогикасынан балаларға бір сабақ тәрбие берілмей болмайды. Қазір енді осы әйелдерді, қыздардың басын жинап неше түрлі семинар, тренинг өткізіп жүрген келіншектер бар ғой. Оларға қатысты көзқарасыңыз, пікіріңіз қандай? Енді әркім өзінше күнкөрістің жолына түсіп кеткені ғой. Бірақ та бұны мысал үшін таза тәрбиелік жағынан алатын болсақ, маған титтей де ұнамайды. Олар өкіртіп ақша тауып жатыр. Неге соларға адам көп барады деп мен өзім сұрау қойдым. Неге? Сөйтсем адамдарда проблема көп. Біреусі болмаса бір пайдасы тиіп қалар. Мүмкін мынаның айтқанынан мен өзіме бір керек нәрсені алармын деп қалтасындағы соңғы ақшасын жұмсап барады. Олардың несі ана 7-8 мыңнан жоғары қарай 70-80 мыңға дейін. 20 мың, 50 мың тұрады. Иә. Міне бүгін бірдеңені өткізді, ертесі қарасаң Дубайда жүреді, тағы бір жерде жүреді, соның барлығын интернетке салып қояды, сөйтеді. Олар көбінесе мына шетелде атам заман шыққан кітапшалар, әртүрлі психологиялық, әртүрлі мына кәсіпке байланысты, солардың барлығын қазақшалап алып, соны ұрып жүр көпшілігі. Ол жерде қазаққа тиер, титімдай да пайда жоқ. Олар, біреусі айтады, 6 балам бар дейді, мен етегімді желпеймін, тумаған әйел етегім астынан өтсе балалы болады дейді. Құдайым-ау, кішкене санасы бар, сәл де болса, көз ашық адам енді бірақ соған сенетіндер бар. Олардың неше түрлі киімдерді киіп бүйтіп жарқырап алғыларына шыға келеді. Бірақ айтып атқан сөзінде соншалық мен бір мағына көріп отырған жоқпын. Мен шақырады мені облыстарға, аудандарға барам. Қанша жерде болдым. Мен ешқашан өйтіп жаңағы әлгі тиынға, ақшаға олай еткен емеспін. Бұл мен өзім білгенімді беруге тырысам. Мен былай айтқанда атаның аманатын орындап жүрген секілдімін. Ата айтатын, балам бабалардың аманатына адал бол деп. Мен саған айтсам, сен балаңа айтасың, одан кейін ол өзінің баласын айтады. Сөйтіп бір үйде ұлттық құндылық сақталады деп ата солай айтқан. Мысалы, ата маған соғыс туралы әңгіме ешқашан айтқан емес. Керісінше ұлттық құндылықтар туралы айта беретін. Мен соның бәрін күнделік етіп жаздым да, шуақты күндерде бабалар аманаты да, одан кейінге шыққан күре тамыр, барлығы сол ұлтымыздың құндылықтары, барлығы да халыққа керек нәрсе. Білгеніңді айтпасаң, ол да кінә дейді. Неге мен сол ұрпаққа деген, өзімнен кейінгі өкше басарларға деген бабалардың қалған аманатты неге ақшаға сатуым керек? Мүмкін басқалардың түсінігі басқаша шығар, енді әркім өзінің өресіменен ойлайды ғой. Ал мен мысалы, мүмкін болған жерде тілім жеткенше, аяғым жетіп барған жерімде мүмкін болғанша осы халқымыздың құндылықтарын тәрбиеге байланысты, рухани байлыққа байланысты осыларды сағат бойы айтып кетемін мен. Қаншама бір облысқа барғанда бәленбай аудандарда болам мен. Халық деген рухани әңгімеге сусап қалған. Мен көзім көріп жүр жаным. Зал деген сыймайды. Алдына бірдеңелер төсеп тура малдас құрып тұрып отырады адамдар. Өйткені халық шаршады, атыс шабыс жаманаттан
өлтіріп кетті, сойып кетті, зорлап кетті дегеннен шаршаған. Одан қалса жаңағы ыржақай күлкіден де шаршаған қарапайым халық. Психологиялық тренингтер өткізіп жүрген сіңілілеріңіз деуге болатын шығар енді. Бақытты бол, бай бол, керемет бол деп неше түрлі ұранмен кездесулер өткізіп жүр. Психология деген өзіңіз білесіз, ол ойнайтын нәрсе емес. Сенің кездесуіңе 50 адам келуі мүмкін, 100 адам келуі мүмкін. Бірақ олардың басындағы жағдай әртүрлі ғой, 100 түрлі ғой. Сен олардың барлығына бір кеңес беріп, сол бір кеңеспен олардың проблемасын шеше алмайсың. Керісінше олардың өміріне кері әсерін етуі мүмкін ғой. Әңгіме сонда ғой. Бұлар бар ғой, өздері байыды, өздері бақытты, мысал үшін да. Өздері солай санайды. Сондықтан өзгеге де міне, сен бақытты болам деп ойла дейді. Ол құры ойлағаннан адам бақытты болушы ма еді? Сен күйеуіңді бұлай ұста дейтіндер бар. Бұлай қып алда, бұлай әрекет жаса, өзіңе мынандай қылып ықтыр. Осының барлығын солар айтып жүр. Білмеймін, енді қалай десем екен, маған мүлде ұнамайды. Солар сонша уақытын кішкене басқашалау, ұлттың тағдырына қарай, халықтың тағдырына қарай бұрып сөйлесе қалай болар еді. Өздері керемет, қымбат киімдерді киіп, халықтың алдына бүйтіп жайнап шығады. Міне, көрдіңдер ма? Мен қандай бақыттымын. Мен осылай ойладым ғой, мен сөйттім ғой. Бірақ ол ақша жинап жатыр ғой. Елден келіп жатыр ғой. Тіпті анау бәленбай 1000 адам жиналады екен кейде. Бәленбай 100 адам жиналады. Ертесінде қарасаң, мен Дубайда демалып жатырмын, мен тағы бір жерде демалып жатырмын деп көрсетеді. Сонда өздеріне қаршы ол маңдайыңның терін төкпей, еңбек етпей. Әлгі кәсібі жоқтың нәсібі жоқ дейді. Мысалы, әркім өзінің қолынан келетін тірлігін істеуге болады. Жұмыс жоқ деген сөз мен сенбеймін. Жұмыс көп, бірақ та көп адамдар талайлары неден қателеседі? Бірден көп ақша тапқысы келеді, бірден байығысы келеді. Өйткені телевизордағы анау толып атқан сериалдар да сондай, өңкей байларды көрсетеді, жақсы тұрмысты көрсетеді, солай да солай, тиыннан теңге жиналады ғой. Соны қанағат қылып, ары қарай істей берсе, індеп істей берсе, нәтижеге жетпей ма? Мысал үшін, анау жезөкше қыздарды ойбай, сол өмірдің, тіршіліктің қиындығынан сөйтіп кетті, бүйтіп кетті деп кейбіреулер ақтағысы келеді. Жоқ, оның тәрбиесінде бір үлкен ақаулық кеткен, бір кемшілік кеткен. Егерде оның тәрбиесі мықты болған болса, сол жаңағы негізі, басында бұлағы бар өзен ұзақ ағады дейді ғой. Сон басында таза бұлағы болған болса, ол бар ғой, еден жуса да анандай жаман іске бармайды. Өйткені ұяты жібермейді оны. Еңбек керек. Еңбек. Бақыттың барлық адамға ортақ формуласы жоқ қой. Мүмкін емес. Әр адамның өзінің тағдыры, өзінің жолы бар ғой. Әрине. Қанша адам бар. Мысалы, әлемде қанша адам бар, сонша түрлі саусақтың ізі бар ғой. Сол секілді әрқайсымыздың тағдырымыз әртүрлі. Менің тағдырым өзгеге ұқсамайды, өзгенің тағдыры маған ұқсамайды. Олай болатын болса, әркімнің жүріп өтер өзінің соқпағы бар емес па? Сен сол соқпағыңды өзің дұрыстап өтуің керек қой. Айланып келгенде бұл жерде осы тәрбиеге, ұятқа, имандылыққа келіп тіреледі. Имандылық десе кейбіреулер апарып дінге тақай салады. Олай емес. Имандылық деген адамның ішкі жан дүниесінің тазалығы. Дініңізде жетісіп атқан жоқ. 99 сектаға бөлініп, бір осы қазақтың өзін быт-шытын шығарды. Қазақ ешқашан құдайсыз болған жоқ. Қазақ құдайға сенген, құдайшыл халық, бірақ фанатик болмаған ешқашан.
бір-ақ ауыз сөзбен айтады: құдайсыз қурай сынбайды дейді. Апырмай, том-том кітап оқудың керегі жоқ. Көрдің ба қандай қорытындылап қойған? Құдайсыз қурай сынбайды. Оны бар ғой, неше түрлі әлгі діндік кітаптар, тағы басқа. Ол емес, сен Құдайға сену үшін соншама том-том кітап оқудың керегі жоқ. Қарапайым мысал, бір ғана сөз дейсіз ғой. Иә, қарапайым нәрсе. Мысалы, бүкіл адамзат жиналып бір түйір құмды жарата ала ма? Бір тамшы суды жарата ала ма? Жоқ. Әне сен содан-ақ білмейсің ба? Құдай де, жаратқан де, жасаған де, Алла де, Бог де, басқа де, бірақ бір құдіреттің бар екенін, бір ұлы күштің бар екенін мына жүрегің сезеді. Сен сондай қарапайым нәрселермен, енді молдалардың талайы сауатсыз. Әйтеуір жаттап алған дұғаларды өзі мағынасында түсініп жатпайды. Бізде тыңдап отырған адамдарда ештеңе түсінбейді, бірақ әйтеуір бір қасиетті нәрсе дейді да мүлгіп жаңағы тыңдай береді. Егерде бірін-бірі көрмейтін, екі көзбен ғана көрген нәрсеге емес, мына жүрекпен сену керек қой. Жүрекпен сену керек. Қазаққа мұсылман болу үшін араб болудың керегі жоқ. Неге бізге арабтың бүкіл дәстүрін, арабтың киімін, арабтың ішіп жейтінін, тағы бірдеңесін алып келіп тықпаштайды? Егерде арабтар соншалық керемет діншіл, керемет мұсылман болатын болса, 20 жылдан бері нағып бірін-бірі қанға бөгіп атыр. Діні бір, тілі бір, тегі бір. Соның өзінде араб әлемі бүлініп атыр. Олай болатын болса, бұл қазақтың арабтан үйренетін ештеңесі де жоқ. Көпшілігі қателесіп жүр. Мысалы, мен Құдайға чексіз сенетін адаммын. Чексіз сенем. Бірақ араб болғыңыз келмейді. Мен араб болғым келмейді. Арабтың салтын да, арабтың дәстүрін де ұстағым келмейді. Олар әйтеуір сақал қою керек, хижаб кию керек, сонда мұсылман дейді. Оның барлығы сыртқы бутафория, былай айтқанда. Мысалы, мен осы атаның қолына келген кезімде 25 жаста болатын, бар жоғы. Өзім сол кезде баламыз 3 жаста, әйтпесе мен де университет бітірген, кәдімгідей осы телестудияда қызмет істеп жүрген сондай адам болатын. Содан кейін атаның қолына көшіп келген кезімізде, атаны күтуге келген кезімде, менің басым жалаңбас болған жоқ. Өйткені солай үлкенді сыйлау біздің анамыздың мына құлаққа сіңірген: атаңның алдында ербиіп жалаңбас жүрме деп. Мен ешқашан атаның алдында жалаңбас немесе сирағым жалаңаш жүрген жоқ. Орамал салсаң мұсылман боласың, орамал салмасаң кәпір боласың деген сөзіміз. Әрбірден кейін бар ғой, бізде қызық осы мұсылман, кәпір дегенге түсініктері қызық кейбіреулердің. Сүндетке отырмаған бәрін кәпір дей салады. Ал мұсылман дінін ұстамайтын, бірақ та сүндетке отыратын ұлттарды не істейсің? Мысалы, еврейлер. Ал сонда қалай? Өзі кәпір деген кім? Менің түсінігімде кәпір деген Құдайға сенбейтін, сауапты жасамайтын, кінәні мойындамайтын, кешірім сұрауды білмейтін, арамға қол созатын адам кәпір. Бұл барлық ұлтта бар. Бәрінде бар. Мұсылмандық деген ол адамның ішкі жан дүниесін тазалығы, сен өзің Құдайды өз жүрегіңмен мойындауың, айналаңа қамқорлығың, ата-анаңа мейірімің, мынау өзің өмір сүріп отырған, ауасын жұтып суын ішіп отырған табиғатқа жанашырлығың, осының барлығы жиналып келгенде сенің жаңағы имандылығың. Жаңағы сыртқы бутафория деп отырғанымыз ол адамның ішкі әлемінің көрінісі емес пе? Көпшілігі әйтеуір біріне-бір еліктеп жүр. Әлгі айтады ғой, бір ит көріп үреді, қалған ит еріп үреді деп, сол сияқты болып жүр. Мысалы, оларды бұлай өздерінің ойынан қайтару да қиын. Бұрсымдық анау фанатизмге кетіп қалған.
Мысалы ана Сириядан анау әйелдерді алып келді, ойбай қиындық көрді, сөйтті бүйтті деп. Құдай өзі кешірсін. Енді өкімет басындағылар өздері біледі ғой, саясат дейді. Мен болсам әкемес едім соларды. Олардың ішінде қаншама шпиондары келгенін қайдан білейік. Кетті ма? Кетті. Ата-анасын тастады, елін, жерін, барлығын тәрк етіп кетті ғой. Кетті сол жаққа. Айдаладағы біреудің соғысы үшін кетті солар. Сенгендіктен кетті. А енді неменеге жылап келіп отыр бір жағынан. Әрине біз гуманизм дейміз, адамгершілік дейміз. Бірақ менің көңіліме ылғи томпақ болып тұрады. Ал шетелдіктерге тұрмысқа шығатын қыздарымыз жайлы не айтасыз? Ойыңыз қандай? Мына ұлттың тәрбиесі қыздың тәрбиесіне байланысты. Қызы тәрбиесіз елдің іргесінен ырыс кетеді. Толысы төгіледі. Тұнығы ылайланады. Сөйтеді, ұрпақ жидіп жүнжиді. Бұлай айтқанда ұлттың нағыз тірегі аналар. Ана. Ал енді өзің ойлап қара, ұлттың тірегі сетінеп басқа жаққа кетіп атса, ол не болды? Қымсесе болды, махаббат дейді. Мысалы үшін, махаббат жаңағы ұяттан күшті болмау керек. Махаббат дегенменен, бірақ та ол енді ұлтқа жоқ адамдар ғой олар көбі. Мынау бір кезде Совет үкіметінің кезінде бұрын мынандай не болған. Ана шоқынған татардың қыздарын, содан кейін беті әдемі орыстың қыздарын, соларды осы Орта Азияға, біздің жерімізге жібереді екен. Сонда бір ғана тапсырма. Қазақтың оқыған жігіттерінің етегінен ұстаңдар дейді екен. Анау біздің бұрынғы өткен арыстарымыз, ұлы адамдарымыздың көбінің әйелдерінің татар, орыс болатын себебі сол. Өйткені ана не болса, бала сол болады дейді. Кім біледі, шетелге кетіп атқан қыздар мүмкін сол ағылшыннан тағы бірдеңеден туған балаларын қазақ қыла ала ма, жоқ өзі бір жола соларға сіңіп кете ме? Ал көп әйел алушылыққа қалай қарайсыз? Осы жаңағы қыздарымызды шетелдіктерге бергенше өздерің тоқал қылып алыңдар, болмаса үшінші әйел қылып алыңдар деп айтатын әңгімелер бар. Ал жарайды, осы бұрын көп әйелді кім алды? Байлар алды. Малы көп, айналасы төрт құбыласы сай байлар алды. Кедей байқұс бір әйелге қалың беруге жарамай қу тізесін құшақтап бойдақ өткендері де бар. Қазір де сол ерігіп жүрген байлар. Қазір кедей ана бір әйелін дұрыстап бағуға шамасы келсе кәнекей, екі баласы менен бір әйелін да. Қазір сол қалталылардың шығарып жүрген. Екі әйел алыпсың, бір бәлеге қалыпсың деген сол ғой. Осы жерде Бақытжан ағаңның бір несі есіме түседі да, мен ағаң денсаулығына бола сыртқа шықпайтын, мен кететінмін көбінесе. Сол бір күні солай жол сапардан келдім да, бәкең айттым, ей бәке, давай екеу ара бір тоқал алайық дедім. Осы мен сыртқа кеткенде сен ана балаларға, келінге, балаға нетпей қол аяғыңды уқалап беретін бір чүйке бас сағандай керек, мағандай керек деп едім, айналып кетейін, бір бәледен құтыла алмай жүргенде екіншісін қайтем деп ылғи есіме түседі. Енді бұл қымсетсе болды, осы тоқал деп, бәрінде бар тоқал. Мына әйтеуір қалтасы қалыңдардың бәрінде бар. Біреусі ашық айтады, біреусі жасырын ұстайды. Ана 3-4 алып алғандары бар ғой, мысалы үшін жағдайы келіп тұрған. Бірақ бұл сол баяғының байлары секілді сол еріккеннен алып атқан, ол бір қазақтың мүддесін ойлап, қазақтың ұрпағын ойлап жатыр дегенге мен оншалық сене қоймаймын. Кімнің аузына қақпақ болып, кімнің көңіліне жаңағы тие бересің. Әркімнің өзінің бір межесі, өзінің өресі, өзінің жеткен жері бар.
алғылары келсе алсын, бірақ ол жерден мен оншалық береке көріп отырған жоқпын. Мына қазақтың байларының бұрынғы бәленбай әйел алып сөйтіп, содан кейін қазақтың кішкене алауыздығы осы бәйбіше Тоқалдың балаларынан тарады ғой. Не үшін айтады? Немене мен Тоқалдың баласы ма едім дейді, кейде. Тоқалдан туып па едім деген Бірдеңеден кемдік көргенде, бір нәрсеге еленбей қалған кезде, не мен Тоқалдың баласы ма едім дейтін сөз бар. Көрдіңіз ба? Біздің қазақтардың кейде берекесінің кетіп, басының бірікпей, бірі олай тартып, бірі бұлай тартатын. Анау жақтан келе жатқан жаңағы бір қанға сіңіп қалған сол бәйбіше Тоқалдың балаларынан шыққан дүние. Ұлттық міндет, ұлттық парыз дегенді бір үлкен бірдеме қылып, соны кейде саясатқа бірдеңеге айландырып сөйтіп жатады. Шындап дегенде, әрқайсымыздың бойынымызда ұлттың міндеті тұр. Қарапайым мысалмен түсіндірейін. Мысалы, ауылда жүргенде еркек баланы, жігітті баланы айтады, ой, пәленшенің баласы немесе түгеншенің інісі дейді. Әкесінің, ағасының атымен атайды. Қызды да солай. Пәленшенің қызы түгеншенің қарындасы дейді. Ауылда оларды бәрі біледі. Өйткені ол ауылдың баласы, жаңағы пәленше түгеншенің балалары. Сондықтан олар ауылдағылардан ұят болады. Келеңсіз істесе, ана көрші қолан көріп қояды дегендей, сондай өзін өзі тежеп жүреді. Енді сол 40 адам үйінен аттап шығып, пойызға отырып, немесе самолетқа отырып бұлай шыққанда, оның көкесі де, жәкесі де ауылда қалды. Енді оны ана пәленшенің қызы түгеншенің баласы демейді. Енді оны қазақтың қызы, қазақтың жігіті дейді. Көрдің ба? Бірден мойынға ұлттың міндеті түсіп отыр. Ұлттық парыз, ұлттық ұят бәрі сенің мойныңда тұр. Бір шөпжелке қыз жаман қылық жасаса, той мына бір оңбаған қазақтың қызы дейді дағы, жаңағы бір ақмақ албасты қыздың жасаған жаман қылығы бүткіл қазақтың қыздарының бетіне барып былш ете түсті. Жігітті де сол. Анекей, ана Денис Тенді өлтірді қазақтың. Соны бүкіл әлем не деді? Қазақ өлтірді деді. Пәленше өлтірді деп ана қылмыскердің атын айтқан жоқ. Қазақтар өлтірді деп айтты. Көрдің ба? Сонда әрқайсымыздың әрбір қателігіміз де, жетістігіміз де сол ұлтқа бар тиесілі. Әрқайсымыздың мойнымызда тұр ұлттың міндеті. Егер де сен өзің рухани ішкі жан дүниең бай болса, өзің еңбекқор болсаң, ой шіркін, мынау қазақтың баласы қандай жақсы дейді, істеп атқан тірлікте мына қандай жетістікке жетіп жатыр дейді. Әнекей, мына күрестен мынандай чемпион қазақтың баласы шықты. Оның атынан бұрын алдымен қазақты айтып жатыр. Қарапайым мысал ғой, қарапайым мысал. Адам осыны сезіне білу керек. Ең алдымен, ойпырмай, әкеші ата-анама ұят келеді. Ол отбасың өзің отаның ғой сен. Алдыменен ата-анаңа сені өмірге келтірген, сені бағып қаққан. Түн ұйқысын төрттеліп, табаны ойылып, маңдайы сойылып жүрген. Алдыменен сол ата-анадан бастасаң сен, ары қарай өзі сөйтіп кете беретімін дейді. Бұның барлығы адамның өзінің жан дүниесіне, рухани өресіне байланысты. Айланып келіп, тағы да сол тәрбиеге тіреледі болды. Рахмет, Зейнеп апа. Әңгімеңізге рахмет. Уақыт тауып бізге келгеніңізге рахмет. Шаршамаңыз.